Ауылдан келген қарт таяғына сүйеніп, қаладағы ұлының үйіне әзер келді. Жалғыз ұлы әлде қашан үйленіп, қалада бөлек тұрады. Екі ұл немересі бар. Сол немерелерін жүрек шіркін сағынып, алданышы болатын кемпірі де бақилық болғаны қашан. Қалаға дәрігерге көрінуге келдім деген сылтаумен ұлының үйіне келеді. Өз баласының үйінде анау айтқандай көп жатпайды. Ары кетсе бір-екі күн. Шайпау мінезді келіннің айқайына шыдау мүмкін емес. Міне, бүгін де сүйретіліп, әзер келгенде сәлемі жоқ келін қабағын шыта қарсы алды. Ұлының әйелі алдында қадір қасиеті қалмаған. Жалғыз ұл деп еркелетіп, өсіргеннен не пайда? Арақтан аузы босамайды. Арақтан бас алмай, жатып жер ұлын бұл үйден көрмейді. Көрсе де мас күйінде көреді. Келіннің ашулануы да жөн шығар. Маскүнем еркекті сүйреп келеді. Адам болар дейтін шығар. Бәлкім, екі ұлын әкесіз өсіргісі келмейтін шығар. Әйтеуір, ұрыс керістен тұрып жатыр. Атасын жек көретін себебі де бар. Келін болып түскенде, келіннің әрбір ісіне осы атасы мін тағатын. Ол кездері бұл қарт ұлы сияқты маскүнем болды. Ішіп келіп сөйлейтіні келіннің жекесіне тиетін еді. Атасының келгені бұл келінге маңызды емес. Шәйнегін көтеруге де ерінеді. Немерелері ата деп құшағына кіріп, нан әкеліп атасына ұсынып жатты. Екінші немересі де жүгіріп, нанды ала бергенде, нан салған ыдыс жерге құлап, кір жуып жатқан шеше жүгіріп келді. Әй, аштан қатқырлар-ай, неге нанға тиістің? Жаңа тамақ іштіңдер ғой, аштан өлгірлер. Әбден маскүнем байдан жекесі жұқарған ана, екі ұлына айқайлап, атасының алдында шапалақпен ұра бастады. Қарттың, айналайын-ау, балаларға тиіспеші, деп жалынған сайын өз балаларын шыңғырта ұруын тоқтатпады. Жүрегі езілген қартқа бәрінен де аштан қатқыр, аштан өлгірлер деген сөздер өкінішін өртеп жіберді. Өзіндегі жасын әлсін-әлсін сүрткен ата вокзалға қарай қисаңдап барады. Басқа баратын бұл қалада танысы, туысы жоқ. Ауылға қайтатын автобус әлде қашан жүріп кеткен. Кезінде бөтелкемен дос болған қарияның таяқ ұстауы сол бір ішімдіктен тапқан пайдасы. Жасы келе ішімдіктен бас тартпаған қарттың қан қысымы көтеріліп құлады. Сонан бір аяғымен беті қисайып қалады. Ол кезде кемпірі тірі еді. Байғұс кемпір маскүнем күйеуімен алысып-ақ өмірден өтті. Кемпірі кеткелі қарттың ешкімге керегі болмай қалды. Қадір қасиеті қалмайтындай себеп те көп. Бұл қартқа да оңай емес. Ішімдік ішпесе, артынан ерген қос бауырының елесі, аштықтан жылаған бейнесі көрініп, мазасы кететін. Сол бір аштық деген бәле өз бауырларын өлтіруіне себеп болды. Жолдың әр шетіне тоқтаған қарттың ойына қос бауырының өлімі түсіп, егіл-тегіл жылап келеді. Қалтасынан қырмыждалған, кірленген бет орамалын алып, бетін сүртіп қояды. Жүрегі езіле, бұрынғы күндері көз алдына елестеп, көз жасы құрғар емес. Алладан өзін алуын күнде тілесе де, Алла асығар емес. Әлі де бұл қарттың жазасы бітпегендей. Орнынан қайта тұрған қарт кеш қараймай вокзалға жетіп алғысы келеді. Қалтасындағы тиын тебен. Таксиге ақшасы жетпейді. Зейнетақысынан жинаған азғантай ақшасын әлгінде немерелерінің қолына ұстатқаны бар. Бірде тоқтап, бірде теңселе жүрген қартты анадайдан таксидегі ер адам байқап келеді. Бүгін ешқандай жолаушы болмай, ақырын жай жүріп, көшеден жолаушы іздеген. Қартты көрген такси қуана жанына жеткенде сигнал басып: "Ақсақал, такси керек пе?" Жүзі солғын тартқан қарт: "Таксиге ақшам жоқ, бара бер", деп сүйретіле аяғын сылтып, басып жүре берді. Қарттың жаяу жүргеніне жаны ашып кеткен таксист: "Ақсақал, кел, мініп алыңыз, тегін апарып салайын. Сіз сияқты менің де әкем бар", деп жылы жүзбен қарады. Мына сөзге қуанып кеткен қарт көлікке мініп алды. Аяғының ауырғаны рас. Көлікке отырған қарттың басын шай қысып барады. "Айналайын балам, көп жаса. Мені вокзал маңында шайхана болса, сонда апаршы", деп үнсіз қалды. Қарт терезеге қарап ойланып отыр. Қалтасындағы азғантай ақшаға жүрек жалғап алса, ауылға қайтатын автобустың иесі өзінің құрдасы, қаршығаның баласы, қарызға ала кет десе мінгізеді. Ауылдың көбі солай мінеді.
бір ауылда тұрғасын, әйтеуір ақшасын қайтарамын деген оймен алысып отырғанда сөзін таксист бала бұзды. Жол болсын ақсақал, қалаға немерелерді сағынып келдіңіз бе? Деп жылдам сөйлейді өзі. Немере дегенді естіген қарт еріксіз жылап жібергенде таксист ыңғайсыз сұрақ қойғанын түсініп үнсіз қалды. Көз алдында шырылдатып ұрғанда немерелеріне көмектесе алмай үйден қашқанына, келініне ешқандай қауқары жетпей, ол үйден кетіп қалғаны, еріксіз жылағаны сол еді. Әлгінде ғана кірлеген бет орамалын іздеп әлек, бетін сүрткісі келген еді. Бет орамалы табыла қоймады. Қай қалтасына түсіп кеткені. Бұл қарттың бет орамалы емес, үстіндегі жейдесі де кір екені білініп тұр. Таксист манадан бері мән бермеген екен. Ақсақал, артық кетсем кешірім сұраймын, деп бәсең дауыспен. Балам, сенің еш айыбың жоқ. Қартайғанда қадірі кеткен жаман шалдан кешірім сұрама. Жас келген сайын көңілшек болып барамын. Әлгінде ғана немерелерім менің кесірімнен таяқ жеген, сол есіме түсіп. Қарттың тағы да тамағына ащы өксік тығылды. Ақсақал, бәрі жақсы болады. Қазір қайда барасыз? Деп бәсең үнмен таксист сұрады. Қарт күрсініп. Ертең ауылдың автобусы келемін дегенше вокзалда түней тұрамын. Оған дейін шайханада шай ішіп аламын. Шайхананың қасынан түсіре ғой. Ақсақал, біз қазақтар қонақжай халықпыз ғой. Вокзалға түнемейсіз, үйге барамыз. Бүгін маған қонақ болыңыз, деп қолқа салды. Басында ыңғайсызданып келіспеген қарт келісті. Үйіне қонақ болған осы қарт тамақтанып болған соң өзінің осыншалық жағдайға қалай жеткенін мен сіздерге ол кісінің орнына баяндап берейін. Қазақ халқының тең жартысын қолдан қырған анау орыс үкіметі еді. Сол орыстар қаншама қазақтардың обалына қалып, қазіргі таңда жетісіп жүргені шамалы. КСРО билеген заманда қолдан ұйымдастырылған ашаршылық кездері мен баяндап отырған қарт ол кезде жасы 6-да еді. Үйдің екінші баласының есімі Масақбай. Ата-жесінің еркесі, алғаш ұл немересі болғасын бетіне шіркей тигізбей өсірді. Қайтсын, енді ұлдарының біреуінен басқасы соғыста қаза тапты. Кенже ұлы да оң қолынан айырылмағанда соғысқа алып кетермеді. Масақбайдың әкесінің мылтық ататын саусағын бала кезде кесіп тастаған. Іріңдеп жара шыққанда мән бермей, кейін ол асқынып қолын кестірген еді. Сондықтан әскер қатарына алмады. Соғысқа аттанған бауырларының бірі із-түзсіз кетсе, енді бірінің денесі келді. Қаралы қағаз келген сайын ана байғұстың жүрегіне қанжар тығылғандай ұлдарының өлімі әкесіне қатты батты. Көп ұзамай Масақбайдың әкесі өмірден өтіп, анасы жылаудан көз ашпай, көз жанары қараңғылай түсті. Әбден уайымнан Масақбайдың анасы соқыр болды. Анау айтқандай тас қараңғы болып қалмады. Әйтеуір бұлдырлап көреді, бірақ жақыннан көрмейтін. Қолмен сипалап сұлбаны көреді. Ол кезде емделуге мүмкіндік болмады. Енді ғана соғыстан құтылып, тыныш өмір сүреміз деген халықтың үмітін өшірген орыс большевиктері айдың күннің аманында қазақтардың жиған 4 түліктерін сыпыра жинап әкете бастады. Қарсы шыққандары Итжеккенге, яғни Сібірге, халық жауы деп абақтыға жабады. Итжеккенге кеткендер қайтып оралмайды. Халық жауы деген айыптың өзі қазіргі өмір бақи сотталғанмен тең. Қорыққан халық амалсыз жиғандарын орыстарға өткізіп жатты. Бірте-бірте халықты аштық жайлай бастады. Қара халықтың жан айқайын ешкім көрмейді, тыңдамайды. Сол бір ашаршылық кезінде Масақбай әпкесінен айырылды. Балалар, түгі үлкендердің өзі аштықтан бұратылып, тіпті кейбірі адам етін жеуге дейін барды. Масақбайдың әкесі барлығын жиып басқа ауылға көшуді ойлады. Ол жерде бір күнге бір кесе бидай береді екен. Есесіне таң атқаннан кеш батқанға дейін қара жұмыс, егін егу жұмыстары. Бірақ егіннен қазақтарға пайда жоқ. Орыстарға жіберілетін дәнді дақылдар бір кесе бидай үшін сол ауылға жетуге асық. Бәрібір бұл ауылда қалса аштықтан өледі. Ол ауыл ұзақ, сонда да белді бекем болып, бар азығын алып жолға шықты. Жол ұзақ болғандықтан азып тозған бұл отбасы қызынан айырылып қалды. Бұл ашаршылық заманы. Қаншама бейкүнә сәбидің басын жұтты. Азып тозған, әбден әлсіреген Масақбайдың отбасы әлгі ауылға әзер жетті. Жетуін жетті-ау. Бұл ауылдың да жетісіп тұрған шамалы. Өлместің күнін көрген халық
Көшетіні көшіп, қалатыны қалып, үйлердің көбі бос қалған. Сол үйлердің бірін пана қылды. Әлсіреген 4 ұлына 5 түйір бидай береді. Балалар соны қорек етті. Әйтеуір өлместің күні. Соқыр кемпірге 4 баланы тастап, Масақбайдың әке-шешесі қара жұмысқа жегілді. Сол күні кешке дейін барлығы аш қалып, әке-шешесін күтіп жатты. Қара суды сіміріп ішіп, қарындары шырылдап жата қалады. Соқыр әже балаларды бірде айналып толғанып отса, енді бірде большевиктерді қарғап сілеп отырады. Қисалаңдап, киіз үйді жағалап жүріп, кіріп шығып жүреді. Кеш бата 2 кесе бидаймен келген әке-шешесін қуанып қарсы алған балалар мәз. Десе де, анау айтқандай қарындар тоймайды. Бірақ асқазандарының удай ашқандары басылады. Масақбайдың қарны бәрібір тоймай, бөліп бергенін жесе де қыңқылдап сұрайтын. Айналдырған 2 кесе бидайды қорып жейтін бұл үйге бұл да аздық етеді. 1 кесе бидайды әжесімен әке-шешесі жесе, 2 кесені 4-еуі таласа тармаса жейді. 1 кесе бидайды 4-ке бөліп, қалталарына салып береді. Масақбайдың 1 жасқа кіші інісі, одан кейінгісі 4 жас. 3 жастағы ұл балалар. Күні бойы аш болатын балалардың ойнауға шамалары келмейді. Кешке бидайды жегеннен ертеңгі кешке дейін тамақ жоқ. Әлсіреген балалардың жағдайы нашарлаған сайын әке-шешесі, әжесі бидайдағы өз үлестерінен жырып, күндізгі уақытта соқыр әже бөліп береді. Өлместің күнін кешіп, өмір сүріп жатқанда тағы да бастарына ауыр жағдай тап болды. Жаңбыр жауса да, таңнан кешке дейін жұмыс жасайтын ата-анасы, жұмыста жүргенде анасы әлсіреп құлайды. Әрине, аштықтан. Байғұс ана өз бидайын кейде жемей, кішкентайларының аузына тығып салады. Жұмыста құлаған үшін бастықсымақ 2 күннің бидайын бермейтінін айтты. Сондағы бастық дегеніміз өзіміздің қазағымыз. Түсіністік танытуына болады ғой. Орыстарға жағымпазданып, өз халқын жей бөрше талаған талай надандардың бірі. Әкесінің тапқан 1 кесе бидайы кімнің аузынан табады? Қатты қиналған әке амалсыз ұрлыққа барды. 1 кесе бидайды тығып алғанын көрген жұмысшы бастықсымаққа айтып береді. Сол жерде Масақбайдың әкесін соққыға қалып, абақтыға жапты. Сондағы 1 кесе бидайды алған үшін 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Мемлекеттің мүлкіне қол сұғу деген баппен сотталып кете барды. Ол жақтан аман келуі екі талай. Ұлының түрмеге түскені соқыр анаға, балаларға қиын болды. Соқыр анасы ұлы келгенше бұл өмірде бола ма, болмай ма, ол да белгісіз. 4 бала мен кемпірдің қорегіне 1 кесе бидай жетпейді. Соқыр әже өз үлесінен тығып, күндіз кішкентайлардың қолына ұстатады. Масақбай бұны байқап қалғанды. Олар сәл үлкендеу болғасын, кешке дейін шыдайды деген әженің үмітін, аштық деген бәле қойсын ба. Соқыр әже кішкентайлардың қолына 5 түйір бидайды берді де, сыртқа қарай қабырғаны сипалап шығып бара жатты. Сол сәтті пайдаланған Масақбай 2 інісінің қасына барып, бидайын тартып алды. Екеуі енді жылай бергенде жұдырығын түйіп, осыдан әжеме айтсаңдар, түнде ұйықтап жатқанда жындарға беріп жіберемін, деп қорқытып қойды. Кішкентай інісі әлі де сөйлей алмайды. 4 жастағы інісі түсініп тұр. Ертегідегі жындардан қатты қорқатын. Бірде басқа ауылға 3 күнге егіншілікке кететін анасы қайтып келді. Ол жақта 3 күн жұмыс жасағандарға 5 бидай, яғни 5 кесе бидай береді екен. Ол жаққа сол Масақбайдың анасы мен тағы 2-3 адам ғана таңдалып алынған. Қуанған анада шек жоқ. 1 кесе бидайды 3 күнге жеткізуді соқыр әже мойнына алды. Әттең-ай, сол 3 күнге кеткен адам мүлдем қайтып оралмады. Не өлі екенін, не тірі екені мәңгілікке жұмбақ болып қалды. Үйде қалған соқыр әже мен балалардың жағдайлары күннен күнге нашарлап, соқыр әжесі ұйқыға мәңгілікке кетті. Масақбайдың өзінен кейінгі інісі де аштықтан көз жұмды. 2 інісімен қалған Масақбай әжесінің қалтасынан 3 түйір бидай тапқан. Бірақ ол бидайды өзі жеп қойды. Бұл жерде жата берсе өлетінін білетін Масақбай 2 інісін тастап кетуге бел буды. Киімдерін жиып кетуге асығып жатқан ағасын көрген кішкентайлар орнынан әзер тұрып ағасына қарады. Масақбай інілерін алып кетуді мүлдем ойламады. Өйткені олар әлсіз, әрі тамақ тапса бөлісіп жеу керек.
бәрібір жолда аштықтан өледі деген оймен өзін ақтап жатқандай. Соңғы рет інілерінің жүзіне қарағанда олар сүйретіле тұрып: «Аға, ағатай, бізді де алып кетші», деп жылай бастады. Мұрындары қорсылдаған екеуі қосыла жылап тұр. «Сендер бәрібір өлесіңдер, жолда жүре алмайсыңдар», деп үйден шығып кетті. Екі інісі жылап, ағасының артынан жүгіруге тырысып ақ жатыр. Кішкентайы құлап, 4 жастағы інісі сүрініп құласа да, орнынан тұрып, айқайлап жылап келеді. «Аға, аға деймін, тастап кетпеші мені, аға!» Тағы да сүрініп тұра алар емес. Аштықтан әлсіреген бала қайта тұруға ұмтылса да болмады. Тамағы ауырғанша айқайлап, ағалап жылай берді. Сол бір көрініс, екі інісінің жылаған бейнесі, аштықтан әлсіреген бейкүнә інілерінің өлімін өз мойнына алған Масақбай қартты Алла әлі күнге дейін жазалап жатқандай. Әттең, уақытты кері айналдырса, сол бір бейкүнә інілерін қасына ертіп кетер ме еді? Екі інісі тірі қалар ма еді? Масақбай дала кезіп, аштықтан өлуге санаулы сәттер қалғанда, атқа мінген кісі құтқарып, асыраған еді. Өзіне келіп, кейіннен ол кісі отбасында екі інісі тірі екенін айтып, лашығына келгенде екі інісінің сасып кеткен мәйітін ғана көрді. Одан кейін қаншама жылдар өтті. Өмірінің соңына дейін кеудесін өкініш кернеген қарттың бұл өмірде жаны жай таппады. Бұл үйімізге кездейсоқ қонақ болып келген қарттың өмір баяны. Кезінде таксист болған әкемнің айтқанымен баяндадым. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.